Абай Құнанбайұлының білім мен өнер туралы ойлары оның шығармаларында терең көрініс тапқан. Ол халықты ілім-ғылымға, білім алуға және өнер үйренуге шақырады. Өз өлеңдері мен қара сөздерінде осы ұстанымын нақты жеткізеді. Абай білім мен ғылымды қоғамды алға жетелейтін күш ретінде қарастырады және жеке адамның кемелденуіне де білімнің үлкен үлес қосатынын көрсетеді. Абайдың 17-ші қара сөзінде ол ақыл мен ғылымға, еңбекқорлыққа шақырады. Жастардың білім мен өнерге ұмтылуы қажет екенін айтады. Ол білімді тек материалдық табысқа жетудің жолы ретінде емес, адамның рухани және моральдық дамуының маңызды бөлігі ретінде қарастырады. Абай үшін білім мен ғылымды меңгеру қоғамдағы жағымсыз мінез құлықтардан арылудың, елге пайда әкелудің жолы. Сонымен қатар Абайдың «Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Қайрат пен ақыл жолда бар, қашқанға да қуғанға. Әділет, шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалың артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең батырып, мақтаңды іздеп қайғалма. Мініңді ұрлап, жасырып, майданға түспей бәйге алма. Өзіңде бармен көзгеріп, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Деген өлең жолдарында ол жастарға талапты, еңбекқор болуды насихаттайды. Абай надандық пен еріншектікке қарсы тұрып, жаңашылдыққа ұмтылуды, өз қабілетін толық пайдалануды ұсынады. Абай Құнанбайұлының бұл ойлары қазақ халқының мәдениеті мен білім деңгейін көтеруге, жеке тұлғаның да, тұтас қоғамның да дамуына ықпал ететін терең мағынаға ие. Сонымен қатар Абайдың шығармалары тарихи, ұлттық мұраларға өте бай. Болашақта бір кірпіш болып қалануыма үлкен септігін тигізеді. Мен Абай Құнанбайұлының мұраларымен мақтанамын.